Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Асылай. Бүгін сіздермен түрік асханасының танымал Рамазан пиде деп аталатын нанын пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Мен бірінші рет жасап тұрмын, соның өзінде 100% көңілімнен шықты. Сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Қараңыздар, жұмсақ болып шыққан. Ауыр емес, жеп-жеңіл. Ортасы жақсы көтерілген. Нан қатты ыстық болып тұр. Соның өзінде ортасын басқан кезде қайтадан өз қалпына келіп тұр. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға 100% ұнайтынына сенімдімін. Қоспалардың барлығы қолжетімді. Рецепт өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен үлкен шұңқыр ыдысқа жылы сүтті құямыз. Міндетті түрде жылы болуы қажет. Қоспалардың мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Келесі сүттің үстіне жылы су құямыз. Бір жұмыртқаның ағын бөліп алып құямыз, ал сарысы соңында қажет болады. Келесі жарты шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы саламыз. Құрғақ қоспаларымыз жақсы еру үшін венчиктің көмегімен жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Үстіне сұйық май құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Келесі ұнды аз-аздан қосып отырып, араластырып отырамыз. Ұнды барлығын бірден сала салмаңыздар, өйткені қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Бізде қолға жабысатын жұмсақ қамыр дайын болу қажет. Басында венчикпен, кейіннен қолдың көмегімен елейміз. Ұнның мөлшері әркімде әртүрлі шығуы мүмкін, 50 грамм айырмашылықтар болуы мүмкін. Мінекей осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бетін жақсылап жауып, 40 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей достар, қамыр қатты көтеріліп кеткені соншалық ыдысқа сыймай тұр. Келесі енді қамырдың бетін ашып, үстелдің үстіне жақсылап тұрып, ұн сеуіп, қамырды үстелге түсіреміз. Қамыр қолға жабыспас үшін ұнға осылай бір рет аунатып аламыз да, қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырды осы форманың үстінде жаямыз. Қолдың көмегімен орташа қалыңдықта жаямыз. Бетін жауып 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Келесі 15 минуттан кейін жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысына қолымызды малып, видеода көрсетілгендей узорлар жасаймыз. Ортасын дәл осындай ромбик тәріздес етіп бөліп шығамыз. Қалған жұмыртқаны нанның бетіне жағып, ақ пен қара кунжутты араластырып, екеуін нанның бетіне сеуіп шығамыз. Мінекей біздің Рамазан пиде пісуге дайын. Өте әдемі, керемет болып шықты. Келесі 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің Рамазан пиде дайын. Менің отбасыма қатты ұнады, күнде пісіріп тұруымды сұрап жатыр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын!